Ер азаматтардың қыздарға сыйлық беру салты тек адамдарда ғана емес, шыбындарда да болады екен. Мысалы, шыбындар ұрғаш шыбынға өзінің ұстаған құрт құмырсқасын сыйлық ретінде әкеліп беретін көрінеді. Сыйлықтың түрі көп. Мысалы, актриса Джулия Робертс Брэд Питт пен Анджелина Джолидің үйлену тойына өте ерекше тарту жасапты. Ол сол күні 6 баласымен бірге отыруды ұсынған екен. Көп балалы ата-аналар үшін бір таптырмас сыйлық екен, ал әлем халықтары жаңа жылдық сыйлыққа қанша жұмсайды екен? Сюжеттен көрейік. Рахмет. Жаңа жыл отбасылық мереке, оған деген дайындығымызда ерекше сыйлық алу, ақ дастархан жаю әдетімізге айналған. Сол үшін біраз ақша жұмсаймыз. Дегенмен есептей бермейтініміз рас. Бүгін біз халықтан жаңа жылға қанша ақша жұмсайтынын сұрап білуді жөн көрдік. Кеттік. Көп кетеді әрине. Еттің өзі қандай қымбат. Қазір соғым алу керек, сондықтан әжептәуір ақша кетеді. Енді етті қосқанда бір 40 мыңдай шығатын шығар. Потому что если жақсы ет алсаң, он же дороже все равно. Енді только столға жұмсайтын бір 50-60 мың шығар, кем емес. Биыл көбірек ақша кетті. Былтыр шамамен 30 мың болса, подаркалармен қосқан кезде сыйлықтармен, биылға 50-60 мыңдай кетеді. Ол шамамен. Жаңа жыл қарсаңында бәрі берекелі дастархан жаю үшін азық-түліктің өзіне 30-40 мың теңге жұмсайтынын байқауға болады. Оның үстіне жаңа жылда бағаның көтерілетіні тағы бар. Жаңа жылдың символына айналған қарапайым оливье салатын жасаудың өзіне орта есеппен 2000 теңге жұмсайсыз. Мысалы, есептеп көрейік. Консервіленген қияр 480 теңге, шұжық 800 теңге, майонез 170 теңге және жұмыртқа 330 теңге. Одан кейін жасыл бұршақ бар. Бұның бағасы 380 теңге. Жалпы алғанда 2100 теңге шықты. Ал апельсиннің бір келісі 300 теңгеден басталады. Бұдан бөлек алатын азық-түлікпен сыйлықты есептесеңіз 40 мың теңгеден асып жығылады. Жаңа жылға арналған мынадай дайын сыйлықтардың бағасының өзі 1500 теңгеден басталады екен. Әрине, әркім қалтасына қарай көсілетінін ескерген жөн. Вот что нужно было брать. Максим, вы понимаете, у нас тут кое-какие проблемы возникли, с оплатой. Я все это оплачиваю, но мы все идем к нам и вместе празднуем Новый год. Ал басқа елдер жаңа жыл үшін қанша ақша жұмсайтынын білеміз бе? Мысалы, Deloitte атты сараптама агенттігінің ақпаратына сенсек, жаңа жылға көп шығындалатын елдердің алғашқы бестігіне Испания, Ұлыбритания, Италия, Германия және Грекия кіреді екен. Бір қызығы, олар қолда бар қаржының 99%-ын дәл осы мерекеде жұмсау үшін еш қиналмайтынын көрінеді. Маржан Нүсіпбек, Айтуған Бағланов, арнайы қайырлы таң үшін.